Менің Түркістанға саяхатым Арыстан баб зиратына барудан басталды. Себебі Арыстан бабқа барып түнейсің, Ахмет Яссауиге барып тілейсің деген екен. Ахмет Яссауи атамыздың кесенесінің алдын осы құдық суынан арнайы емдік шипа көрілген жандар бар. Мына көріп тұрған киім, ол кісінің киімі, мінекей мөрі, және сол кісінің істеткен күміс, мыс ыдыстары, және құз саймандар ететін кірпіштер, және Құран кітаптар, және құрылыс материалы. Қазақ болып туылмағанда не терем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрек ұлы қала, қасиетті қала Түркістан қаласына саяхат. Сіздер көріп отырғандарыңыздай, мінекей Түркістан қаласының сонау алыстан түсіргендегі суретіміз. Домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Қазақ халқы өте таза, тазалықты жаны сүйетін бола, соның бір әйгілі Моша. Моша 5 бөлмеден тұрады, ыстық бөлме, суық бөлме, шұғынатын бөлме, және басы және демалақ. Ыдыстар күміс және мыстан екен. Мынау жерасты мешіті, жерасты мешітінің бұрынғы үлгілері, және макеттері, және жерасты мешітінің орнынан табылған ыдыстар, мынау сыртқы макет. Ахмет Яссауидің өзінің мөрі екен. Ол мөр арқылы дүниенің шет-шетіне дін таратқан. Түркістанның арт сыртынан қарасаңыз Алла деген жазу шығып тұрады. Мынау тайқазан. Тайқазанның сыртына 8 найза менен қоршалған. Мынау Ақорданың есігі екен. Мынау ежелгі және жаңартылып жасалған. 18 ғасырда Абылай хан тұсынан бастап қазақ даласында жалпы бүкіл әлем бойынша 9-шы орын алады. Абылай хан тұсынан бастап. Абылай хан сақтап қалған жерді бізге. Соны біліп қойып. Абылай хан Қытай императорына жол бермей, өте қу айлакер болсын, адуынды кісі болған. Орыс ханшайымына жол бермей, жеріміз тұтастығын сақтап, бірлігін сақтап, 300 басын басқарған Абылай хан. Тарихи деректерде Абылай ханға тең келетін хан болмаған. Шын есімі Әбілмансұр. Қызыл жалауы Есім ханы жалауы, әрі хан, әрі батыр. Есім хан еңсеге бөле елесін, хандардың ішінде ең сұлу көріктісі болған. Есім хан тұсынан бастап Түркістан қаласы ресми қазақ хандығының тұңғыш астанасы болып жарияланса, Есім хан тұсынан бастап Түркістан атқа ие болады. Оның алдында яссы, жазық дала, ұлы дала. Түркі елі, түркі мекендейтін ел. 30 жылдан астам басқарады. Есім хан қазақ елі. Өте беделді хан болады. Ақ жалауы Есім ханның ағасы Шығай ханның ұлы Ондан сұлтаны жалауы өте ерте қайтыс болады. Ондан сұлтан 30 жасында ауыр жарақат алып қалмақтармен шайқаста. Соның өзіне Құралайды көзге атқан мерген болған дейді. Бұл жерде енді ең мықтысы Абылай хан болып тұр ғой. Бірақ енді Шыңғыс әулетінен шыққан барлық төрелер болып қызыл жалауды көрсетіп тұр ғой енді. Есім хан тұсынан бастап төрде тұр ғой. Түркістан қаласы ресми қазақ хандығының тұңғыш астанасы болып жарияланған. Өте қарапайым мейірімді кісі болған Есім хан. Әйгілі ислам дінін насихаттаушы және батыр Мұқаш атаның зиратына барып қайттық. Ол жерде Мұқаш атаның 13 метрлік қабыры және музей орналастырған. Музейде ең таңғаларлық мінекей өз қолымен жазылған Жақсы жаман әйелдердің сыны деген кітапты көрдік, куә болдық. Және Мұқаш атаның құдығынан барып су алдық.